барша инста достар, қалайсыздар? Амансыздар ма? Денсаулықтарың қалай, жақсы ма? Үй іші, бала-шаға, мал-жан бәрі аман ба? Көрші-көлем, отағайлар бәрі қалай, жақсы ма? Бізде бәрі керемет. Сіздерге бір күшті жаңалық. Оны дейсіз ғой. Тадаң. 10-11-2025. Бұл не дейсіз ғой? Бұл RFC-дің контрактысы. Алла алып, RFC-дің қайтып контракты алдық. Бұйырса енді жақсы бойлар күтіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Қолдап, жақсы тілектерін жазып кетсеңдер, нұр үстіне нұр болады. Енді бұйырса, біз жақсы бойлар өтісуге тырысамыз. Сіздердің көңіліне шығуға да тырысамыз. Ассалаумағалейкум. Бізді сұрап жатсыздар, қалай жатсыздар? Бізде бәрі күшті да? Біз Сары Қожақан екеуміз күштіміз. Бәрі әдемі, бәрі керемет. Достар, бір сіздердің өтініш болып тұр. Қазір осыдан кейін бір история салам, тағы да. Дополнительный история. Менің қарындасымның класс еді. Негізі жаңағыдай бір өздерінің жарыстарына бұл болады екен ғой өздерінде. Сондай болып жатыр. Достар, максимально қолдан келгенше кіріп, лайк басып, сәттілік сөзін жазып кетейік ағайындар. Или алу ма, или жүрек бір нәрсе қойып кетейік да, достар. Да? Мен кенжем көп шығармайтын, бұл ұялшақ. Сосын көп шығармайым. Бұйырса енді маған алдағы бойыма да сәттілік тілеп қойыңыздар. Как сенен бойда жүрсек те, енді күнде история салып отыратын боламыз. Қожақан екеуміз телефонмен сөйлесіп тұрамыз. Бұл бармайтын, өзім кетіп баратыным, Алла қаласа. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Мен сізді жақсы көремін, достар. Ассалаумағалейкум баршаңа. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгінгі күндеріңіз қалай өтіп отыр? Бүгін мен кішкене настройды өзгертіп, жақсы настроен жүргім келіп тұр. Жанында Бека бауырым бар. Бека бауырым бүгін концерт болады. Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін концерт бұйырса келіңіздер. Сіз не болады тұрсың бұйырса, е? Құдай қаласа. Сол жерде боламыз ағайын. Ссылка қалдырып төменге. Сіз сілтемеге өтіңіздер да, билет алып кетсеңіз, сонда көрсеңіз бұйырса. Иә, келіңіздер. Бәріміз сол жерде боламыз. Бәрі болады. Ассалаумағалейкум. Қалайсың бауырым? Амансың ба? Бұл кісі жақсы дем алады өзі. Әдемі демалыс жариялап жүр өз-өзіне. Баласын қарап дегендей. Одан кейін өз-өзіне қарап жүр. Молодец. Жарайсың. Сайда ханым. Мына жерде бізде бәрі отыр. Мына жерде Абылай видео түсіріп беріп отыр. Айжан Нұрдәулет және екен, мыяқта телефонда бәрі короче. Қалайсыз, Қалқарапке? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, аман есен жүрміз. Дайындық зор болып отыр. Дайындық қоя тұрыңыз, сізге үміткер шақырайық. Сөйтші. Үміткер неге келмей жатыр, келсеңіздер. Іздейін деп жүр, келіңіздер енді. Осындай керемет бір әпкеміз бар арамызда осы. Енді білмеймін енді, жігіттер қайда қарап жүр екен. Біздің Ханзада айтса келіп қалуы мүмкін. Сіздің Ханзадаңыз үміткер өткесін енді. Мына жерге инстаграм қалдырып кетемін. Өзіне жазсаңыздар, сіздерге өзі айтады үміткер болып қалай келу керек екен. Всем доброе утро. Қайырлы таң, қалайсыздар? Біз танытпай студия жаққа бара жатырмыз. Негізі мен тек қана эфирға кіріп жатқан кезде сторис салады екенмін. Сол таңертеңгі рутинаны салайын деп шештім. Мүмкін ертеңнен бастап даже буду рубрику снимать. Целый день деген сияқты. Вот, еще с утра нам подарили кофе. Значит, день будет классным. Вот, сіздерге де күндеріңізге сәттілік тілеймін. Енді мынандай жаман әдет шығарбаппын. Бүйте беретін болыппын, жежең етіп, ше. Қалайсың? Жақсы, қалайсыз? Қалайсың? Жақсы. Күшті жатсың. Өшім күндеріңізге береке, сәттілік, жақсылық тіледім. Көңілге керемет болып тұр өшім. Өшім құрметті достар, жақында менде қандай жаңалық болады айтайын ба? Бір шет жағасын. Жәнбек бауырым асаба бізде. Уағалейкумассалам, қалайсыздар? Тойларды дүркіретіп жүрген асабалардың бірі. И мені жанына тартып, әнші қылайын деп жатыр тойға. Жалпы болашақта шақырдың кім жүрсің ғой?
қоя тұршы. Достар, негізі бұл жігіт бар ғой, ән айтам дейді, бірақ тойға шақырасыз, уақыты болмай қалады. Қалай осыдан жұмыс істейсің бұл жігіт, айтшы? Болашақта егер де мені өз тойларыңызға шақырғыларыңыз келсе, мен дайынмын. Кеше ана 10-ші концертте о кеш қонағы бұл кісі айтты. Ай, дай. Болды. Так келгенде тамағың бәрі дайын тұр. Пельменің бар, колбасаң бар, салат под шубы бар. Не еді аты? Черника ма? Черникаң бар, оладьидің бар, арахисың бар. Рахмет. Байқап тұрсыздар деп интрига жасамай қойын. Шашымның цветін өзгерттім, қараңыздар. Осылай кішкене темный түске бояттым. А то деген ана сап-сары шашыммен құртылып, еще бочт болып бітті. Лечение жасаттым. Осылай түсін өзгерттім. Өзіме қатынып тұр, күшті болып ашып тұр. Қалай сіздерге қай шашым лучше деп ойлайсыздар? И және де қазір үйге келіп, қосылайық қарап. Күйеуіме тамақ пісірейін деп жатырмын. Кешке тренировкаға кетеді, соған тамақ істеп қою керек. Аяқтан телевизордан қосақ көреміз, сөйтіп тез-тез тамақ істейміз қазір. Еще бүгін клиент келген үйге, үйім деген тап-таза алып тұр прям. Үй таза болса, күшті рахаттанып жүремін. Сол сіздерден не жаңалық болады, не істеп жатсыздар.